Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздерге грушалы пирогтың рецептісін ұсынамын, қабыл алыңыздар, бірге жасап дайындап көріңіздер. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз: сары май, ұн, жұмыртқаның сарыуызы, қант және қопсытқыш қажет. Алдымен бөлме температурасында тұрған сары май мен қантты ұнтақты қосып, жақсылап біріктіріп, миксерлеп аламыз. Сары майымыз бөлме температурасында еріп тұрғаны дұрыс. Жұмыртқаның сарыуыздарын саламыз және миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін қопсытқышты қосамыз. Ұнды қосамыз. Қолымызбен біріктіріп, жақсылап қамыр дайындаймыз. Бізде өте жұмсақ, нәзік қамыр дайын болды. Ал енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге мейіз, алмұрт, қант, лимон шырыны және лимон цедрасы қажет. Алмұртты осылай турап аламыз. Тазартып, кубик ретінде турап шығамыз. Ыдысымызға салып шығамыз. Грушаны, мейізді, лимон цедрасын, лимон шырынын және қантты салып, біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Формамызды дайындаймыз. Пергамент қағазын төсеп шығамыз. Қамырымызды қолымызбен формамызға бортигін шығара отырып, жақсылап жайып шығамыз. Қолымызбен жайғанға өте ыңғайлы, жұмсақ қамыр, ешқандай қиындық туғызбайды. Жайып болғаннан кейін ортасына салмасын саламыз да жақсылап жайып шығамыз. Қалған қамырды крошка жасап, бетіне сеуіп шығамыз. Және де ұн мен сары майды біріктіріп, крошка жасап, бетіне сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пеште жарты сағат көлемінде пісіріп шығамыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Жасап көріңіздер, ас болсын.